Ассалаумағалейкум, тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз қазақ хандығында аса үлкен рөл атқарған, жалпы қазақ хандығын ең үлкен территорияға кеңейткен, халық санында жалпы елеулі рөл атқарған тарихымыздағы ханымыз Қасым хан жайлы әңгімемді бастамас бұрын каналымды қолдап, лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылып, жан-жаққа таратсаңыздар үлкен қолдау болады, әрі шынайы тарихымызды біліп жүрген абзал. Ал әңгімемді бастайын. Жалпы Қасым хан бұрындық ханның кезінде әскер басшысы болған және жай кеңесшісі, мемлекеттік іске араласқанмен хан тағына таласқан адам емес. Ол бұрындық хан болып тұрғанмен өте ықпалды болып, жан-жақтан бәрі Қасым ханды сыйлап, үлкен саясатын жүргізе білді. Жастайынан Қасым хан әкесімен бірге талай шайқас пен жорықтарға қатысқан адам. Кейін есейе келе саясатқа араласты. Ол елшілік 1494 жылы солтүстік Индияға дейін сол кездегі Мауреннахрдың билеушісі Хусейн Байқарамен кездескен жайлы деректер бар, яғни келіссөз жүргізген. Хусейн Байқараның Мауреннахрға қалай билікке келетін жайлы менде Әбілқайыр ханның жайлы шығарылым бар. Сонда толыққанды білесіздер, қалай Әбілқайыр Ақсақ Темірдің ұрпақтарына көмек, қолдау жасап билікке алып келген жайлы. Жалпы Қасым хан саясаткер деп айтуға болады, үлкен, өйткені ол орыс князьдерімен де келіссөз жүргізіп отқан. Көптеген қағаз деректердің кезі 1812 жылға француздармен соғыс кезіндегі бүкіл архивтегі хаттары бәрі өртеніп кеткен, бірақ сол хат бар жайында, яғни архивтің журнал қағаз қалып қойған. Қазақ хандығы мен орыс князьдіктері арасындағы хат алмасқан және дипломатиялық қатынас болған жайлы. Ал толыққанды деректі қағаздардың бәрі сол 1812 жылғы өртте өртеніп кетті. Қасым ханның әкесі де Жәнібекте, кейін өзі де Шайбанилер ұрпағымен сыр бойындағы ғалар үшін үлкен шайқастар мен дала тартыстар болды. Ол өйткені сыр бойы аса үлкен рөл атқарды, яғни сыр бойындағы ғалар жалғыз сауда саттық орын емес, сонымен қатар көшпенді қазақ үшін сулы, шырайлы, жайылым көздері болып табылады. Сондықтан да сыр бойын кім билейді, тығыз орналасқан қазақ руларында ықпалын және өзінің хандығына қосу, шырайлы жерлер мен қалаларды иелеу басты мақсат болып келді. Қасым ханның анасы Жахан бегім, яғни Шайбанидің анасының сіңлісі болып келеді. Екеуі туған бөле 1504-5 жылдары, яғни Шайбани ұрпағы Мұхаммед 3 рет жорық жасайды қазақ хандығына. Үшеуі де сәтті болады. Сыр бойындағы қалалар мен қазақ ауылдарын тонап қырғынға ұшырайды. Бұл үш жорықтан кейін қартайған бұрындық ханның беделі түсіп қазақ алдында. Бірақ қазақ хандығының ішіндегі ру басшылары басқа ықпалды ел билей алатындай адам іздей бастайды. Сол олар Қасым хан таңдайды. Бірақ Қасым хан тағы үшін таласқысы келмейді. Кейін бұрындық хан әуелі батыстағы сарайшықтау, ал Қасым хан Жетісуда болады. Бүкіл жағдайды түсінгеннен кейін бұрындық хан өзінің қызына Самарқандта сол кездегі Шайбанилер әулетінің территориясына көшіп кетіп қалады. Солай қазақ даласында Қасым хан билеуші болып таққа отырады. 1512-13 жылдары жобамен Мұхаммед Шайбани үлкен жорық жасайды Қасымның ордасына. Сол кездері басында сәтті болып Ұлытауға дейін келеді. Кейін бірақ Қасым бүкіл қол жинап, қазақтың басын біріктіре біле үлкен тойтарыс беріп, қатты шығынға түседі әскері Мұхаммед Шайбанидің. Сондықтан ол шегінуге тура келеді. Кейін 1-2 жылдан кейін ол ирандық қызылбаштармен болған шайқаста бұрынғыдай күші болмағасын жеңіліп қаза табады. Мұхаммед Шайбанимен әрине сыр бойындағы ғалалар үшін үлкен шайқастар болды. Екеуі арасында көптеген шайқас пен тала тартыс болғанмен, кей кездері Шайбанилердің қызылбаштармен болған арасындағы шайқастар мен ұрыстарда да көмек сұрап келген кездері бар. Мұхаммед Шайбанидің жіберген елшілігі сол кезде Қасым ханның алтын тақта отырып, басында тәж бар, яғни Шыңғыс ханнан қалған жошы ұлысындағы ең үлкен қолбасшы есебінде және сол жошы ұрпағындағы ең беделді хан деп суреттейді. Осы жошы ұлысындағы қалған мұраны бастарын біріктіріп ұстап тұрған. Сондықтан сол деректерге ғалымдар сүйене отырып Қасым ханның, яғни көптеген румен толығымен өз билігіне бағындырған белгілі. Сұлтан Сайып хан көмек сұрап келеді Шайбанилерге қарсы Моғолстанның. Бірақ күздің басталғанын әрі қыстың жақындап келе жатқаны, көшпенділер қыстаққа кетеді. Соғыс үшін ыңғайсыз кезең екенін айтып, Қасым қолдамайды, қонақ қылып сыйлап жібергеніне разылығын білдіреді. Әрі батыста Ноғай ордасымен де аралары қиын болады, өйткені көптеген Ноғайдан рулар бөлініп қазақ хандығына қосылып жатады. Кей территорияларын Ноғай ордасының
қазақ хандығына қосып алып, жалпы Ноғай ордасының қиын кездері туып атады. Сол кездері жобамен үлкен жұт болып, қазіргі батыс Қазақстан территорияларынан Ноғай ордасы кетіп қалады. Көп, яғни Кавказ жеріне және Арал теңізінің маңындағы жерлерге, бос қалған жерлердің руларды көбісі қазақ хандығының кіріп. Бір деректерде Қасым ханның ұлы Әбілқайыр хан Қызылбаштар мен Шайбанилердің болған шайқасында, яғни қолдап әскер жіберген кезде сол шайқаста қаза табады. Жалпы Қасым ханның балдары жайлы деректер аз. Оның ең беделді ұлдары бірі, яғни Хақназар мен Мамаш жайлы толыққанды деректер бар. Өйткені олар ел билеп, ел саясатына араласқасын. Жалпы Қасым ханның өзі де әкесі Жәнібектің 9 ұлы болған. Соның бір деректерді 3-ші немесе 4-ші деп айтады. Яғни бұл ортаншы баласы болған, үлкен саясатқа араласқан, қолбасшы болғандықтан өзінің таланты арқасында ел тарихында қалды. Соңғы кездерде жай көшелер мен бір телефильм түсірілді, бірақ болашақта бұл мемлекетіміздің ұлы елеулі тұлға тележобалар мен кітаптар шықса, нұр үстіне нұр болар еді. Ал ағайын, каналымды қолдап, каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, өз ойлар мен пікірлеріңізді жалпы Қасым хан жайлы ұзақ айтуға болады. Жалпы бұл тек бастамасы. Өз пікірлеріңізді айтып, жан-жаққа таратып, басқа да қандай тұлға жайлы білгіңіз келсе, комментарийға жазып кетіңіздер. Қоңырауды бассаңыздар, уақытылы шығарылымды біліп отырасыздар. Рахмет толық тыңдағандарыңызға көп.